Аймақтың медицина саласында айтулы жаңалық орын алғалы тұр. Алдағы тамыз айында облыстық денсаулық сақтау басқармасында ситуациялық орталық ашылмақ. Жалпы осы салаға қатысты барлық мәселе мемлекеттік қызмет көрсету бағыты бойынша аймақтық комиссияның кезекті отырысында айтылды. Шиелі ауданы Тартоғай ауылының тұрғыны Жазира Абибулаева дәрігерлерге өкпелі. 12 апталық жүктілік кезінде іші ауырып аудандық ауруханада дәрігерге қаралған. Алайда олар еш шара көрместен жүкті әйелді үйіне қайтарып жіберген. Нәтижесінде шараны шетінеп кеткен. Ауырып бардым, мен айттым, ішім ауырады дедім, төмен қарай тартады ішім дедім. Қаратты, алдында операцияның орнынан сіздікі осында өп тұр деп маған сөйтіп айтып берді. Мен мақұл дедім да үйге келдім, ішім ауырған тоқтаған жоқ. Түнде сағат 2-нің кезінде тұрсам, төсегім ағалданып жатыр екен. Уже қарасам қан кетіп жатыр, үйге уже жолдасымды оятып неғанша балам түсіп қалды 5 айлық. Дәрігердің дұрыс қарамаған жаңағы неғым орайлы қарағандығынан кеп тұрмыз сұраға. Комиссия мүшелері бұл жағдай жіті зерттелетінін айтты, ал кінәлі тарап жауапкершілікке тартылмақ. Халыққа берілетін осы денсаулық бағдарламасына байланысты барлық медициналық қызметтер сапалы жүргізу керек, және ол жерде білікті, мықты мамандар болу керек. Халықты қалай болса солай қарамау керек. Ана кісі өзі қатты жабыр шеккеннен келіп осы жерге ойын айтып тұр ғой, енді осы бағытта тиісті шара көрулеріңізді сұраймыз. Әрине, әттеген айдың арасында дәрігерлердің біліктілігіне разылығын білдірген тұрғынның алғысы да бар. Мәселен, Жұбатқан Жәнібеков күрделі отадан кейін жақсы болғанын алға тартады. 2 омыртқаға операция жасаттым 10 жылы. Қазір 7 жыл болды, ауырғаныма 8 жыл болды. Содан бері Жалағаш ауданының неврологы Ильяс Құралай көп көмегін тигізді невролог. Соның арқасында больницаға келіп операция жасаттым. Медицина саласында кадр тапшылығы жоқ емес. Мәселен, қазір 34 маманға қажеттілік бар. Осы ретте жергілікті бюджеттен 60 миллион теңге бөлініп, біліктілік арттыру курстарына бағытталмақ. Өңірімізде кадрлар жетіспеушілігі мәселесін шешу мақсатында медициналық қызметкерлердің біліктілігін арттырудың 3 жылдық перспективті жоспары бекітілген болатын. Ағымдағы жыл облыс үшін қажетті мамандарды резидентураға дайындау мақсатында облыс әкімінің 20 гранты бөлініп, үміткерлер анықталды. Тамыз айында ашылатын ситуациялық орталық денсаулық сақтау жүйесінің жұмысын әрі ашық, әрі барлық қызметін сапалы ете түсетініне сенім кәміл. Сыр елінің медицинасы сала реформасына осылайша уақытылы үн қатуда. Арайлым Байжігітов, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.